Рефери бүгінгі кештегі жауынгерлерге тиісті нұсқауларын айтты. Бірінші раунд басталуға жақын. Шындығында бүгінгі кештің 5-ші жоба Бердібек Сиражев пен Рахил Бакиров арасындағы жекпе-жек. Әзірбайжандық жауынгер қарсыласына бірінші номермен мүмкіндік беруде жұмыс істеуге. Алғашқы соққы Бакировтың тарапынан. Сиражев артқа шегіне жүріп, қазір көбінесе қарсыласына мүмкіндік берді және тіземен күтіп алған сәті болатын. Өте тамаша әдіс. Бакиров қарсыласты партерге жайғастыруға жақсы бір жол тапты. Ойындағысын жүзеге асыра алды. Ал Бердібек жаңа ғана тағы бір 3-1 әдісін жасауға талпыныс білдірген еді. Міне бір аяғын қарсыласының желкесіне қарай артып қойып, жақсы бір әдістің шетін көрсетті. Осылай шабуылдап жатыр. Астында жатса да Бердібек. Әзірбайжандық жауынгер, бақылау бар, бірақ енді Бердібек оның қолын байлап, еркін қимылдауына мүмкіндік беретін емес. Астында жатса да ақырын ғана арқасымен торға жанасты. Тұрып кетуге де жақсы бір мүмкінді. Қазір міне 3-ші ұмтылысында осындай жақсы бір әдістің шетін көрсетті. Қарсыластың бір қолы, екі аяқтың ортасында. Пытается выйти на армбар. Сиражев уже не одну попытку совершил в этот момент, но Багиров достаточно уверенно себя чувствует. Удается растянуть соперника. И вот в треугольник угодил, по-моему, Багиров. Вот здесь плотно берется Сиражев. Очень плотный захват. И, возможно, самая большая победа в карьере грядет для бойца из Казахстана. Плотно, воздуха все меньше у Багирова. И нет. 3 минуттай вот уақыт с этого бар. ракурса видно. 3 минуттай уақыт бар. Қазір Бердібектің ойындағы әдісін ақырына дейін жеткізуіне тағы бір мәрте қазір бар күшін салып, қарсыластың тынысын тарылтып, осындай бір ерекше қылқындыру әдісін жүзеге асыруда. Басын төмен қарай басты, желке тұсынан ұстап Бакиров. Міне екінші әдіс және жеңіске жеткен Бердібек Сиражев. Міне қандай сәтті орындады. Бір әдісті жасады, яғни 3-1 әдісімен жасап келіп барып, бірден қарсыласын алдап, яғни ауырту тәсілін жақсы орындады. Осылайша Рахил Багиров. Вот он, опасный грэплер из Казахстана. Бердібек Сиражев забирает победу над соперником, который уже успел выступить в УАН. Замечу. Өте ерекше бір жеңіске қол жеткізді. Соңғы айқасында атай кететін болсақ, Бердібек осы 2022 жылы Азатбек Кочаровқа қарсы өткізген жекпе-жекте өзі сабмишн әдісімен ұтылған еді. Және 4 жеңісінің барлығын сабмишн әдісімен тіркеген. Міне 5-шісін тіркеп отыр. Бүгін құттықтаймыз. Сонымен қандар мен мырзалар, бұл жекпе-жек 1-ші раунд, 2-ші минут 22-ші секундта тоқтатылды. Сабмишмен ауырту әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Бердібек Сиражев!